Assalamu алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Қазіргі күнде өмірімізді заманауи компьютер технологиялары, телефонлар һәм һәр гаджетлерсіз қиялымызға келтіре алмаймыз. Себебі көпшілік қағаз жұмысларын инсан компьютер жәрдемсіз әмелге асыра алмайды. İnsanlar компьютер арқылы бір-біріменен қарым-қатынас жасаушы құрал сипатында интернетті көз алдымызға келтіреміз. Интернет информациялар ағымының рауажлану басқышы ретінде қаралушы құрал деп те аталады. Информация технологиялары қалай рауажланғаны хақында білесіз бе? Осы сұрауға жауап ретінде қысқаша түсінік беріп өтуге әрекет қыламыз. İnsan менен қарым-қатынас жасау құралы ретінде ең дәслеп сөйлесу, байланыс жасауды кіртсек болады. Әулеттен әулетқа информациялардың жеткерілуі сөйлесу технологияларының рауажлану көрінісінен бірі есептелінеді. Һәм солардың арқасында жазулар һәм белгілер жазу құралы ретінде тас, сүйек, ылай, папирус, жіпек һәм кейіншелі қағаз ойлап табылып іслетіле басылған. Ал қағазлардың ойлап табылуы баспа ісі, яғни кітаплардың, газета, журналлардың ойлап табылуына себеп болған. Информация технологиялары рауажлануының 5 текарғы басқышқа ажыратып үйренуге болады. Бірінші басқыш бұл инсан жазу, сызуды үйренуден таслар арқылы диуалларға информация ретінде һәр суретлерді сәулелендіруі һәм қол жазбалары болып табылады. 20-ші әсірдің орталарына келіп, жазу технологиясы да өзгеріп, сия ойлап табылып, перо арқылы жазба ісілерін жүрту һәм бухгалтериялық есаплар үлкен орын тұтқан. Ал информациялар болса поштадағы пошташылар арқылы тарқатылған. Кейін ала 17-ші әсірде болса информация технологиялары үшін инструментал жаңа технологиялар механикалық формада, кейінірек автоматласқан формада жүзеге келе бастаған. Бұл уақытта инглис ілімпазы Чарльз Бэббидж есаплаулардың орылану үзбезділігін ойлап тауып, есаплаушы машина архитектурасын іслеп шықты. Ал Ада Лавлес болса Бэббидждің машинасына есаплаулардағы орылану программасын іслеп шыққан. Кейінгі этап екінші басқыш информация технологиялары рауажлануы бұл механикалық көріністе болады. Ол 19-ші әсірдің ақырына барып тақалады. Оларға жазушы, машина, телефон, фонографлар кіреді. Информациялар сол уақытта рауажланған көріністегі пошта жұмысшылары тармағы арқылы тарқатылған. 19-ші әсірдің ақырында электр тогы пайда болуы менен үлкен ашылулар жүзеге келе басылған. Солардан телеграф, телефон һәмде радиолар информацияны қалеген көлемде тарқату һәм топлаудың текарғы құралы есептелінген. İnsan бір-біріменен байланысу құраллары рауажланып, аралықтан тұрып информацияларды алу имканиятына ие бола бастады. Бұл уақытта инглис математигі Горж Булф өзінің ойлау қағидалары атлы кітабын баспадан шығарған. Оның арасында құрамалы системаларды анализлеуді іслеп шығарушы құраллары ойлап табылған. Оған мысал ретінде электрон есеплау машинасын келтірсек болады. Информация технологиялары рауажлануының 3-ші басқышы өткен әсірдің 40-ші жылдарына тура келеді. Бұнда электрон есеплау машиналарының пайда болуы үлкен бұрылыс болды. Бұл этапта автоматласқан есеплау машиналары һәм басқа көріністегі технологиялар күшейе басылады. 1950 жылдар ақырына дейін электрон есеплау машиналарының текарғы элементі электрон лампалар болған. Бұл электрон есеплау машинасы бірінші әулет электрон есеплау машинасы деп аталған. Ал информацияларды электронластыру һәм диалог көрінісіндегі форматқа алып келуді америкалық ілімпазлар әмелге асырған. Бұларға мысал етіп арнаулы программасы бар электрон есеплау машинасы, токпенен іслеуші жазу машинасы, портативлі магнитофон, копиялаушы құрылмаларды айтсақ болады. Бұл уақытта ілімпазлар Z3 программаластырылған есеплаушы механикалық құрылмаларға әтібарларын қаратып, бұл техника неміс инженері Цузе тарапынан 1941 жылы ойлап табылған. Қазірдегі компьютер қабілетіне ие есеплағыш ретінде есепланған.
Ал 1944 жылы болса, бірінші америкалық программаластырылған компьютер Марк 1 іске түсірілген. 1946 жылы ақш-та бірінші электрон машина ENIAC ойлап табылған. Бұл калькулятор қызметін атқарған. 1956 жылы IBM компаниясы ішкі ядқа ие болған компьютердің құрылмасы Винчестерді ойлап тапты. Сол уақытта көлемі 5 мегабайт болған. Информация технологиялары рауажлануының төртінші басқышы 1970 жылдардан басланды, һәм бұл жыллар ұлыма электронласқан болып есапланды. Олардағы үлкен өзгеріс, үлкен ханаларда тұрушы сақлап қалу базасына ие электрон есаплау машиналарының төртінші әулет автоматласқан программалық доминантына ие машина микропроцессорлардың пайда болуы болып есапланды. Персонал компьютерлардың пайда болуы 70 жылларда информация ұзатудың механикалық құралдар жәрдемінде әмелге асыру көрінісінен электрон көрініске бүткілдей өтуі себеп болды. Микропроцессорлардағы интеграл схемалардан персонал компьютерлер, кейін ала компьютер тармақлары һәм информация ұзату системасы ойлап табыла баслаған. 1970 жыллар ақыры 1980 жыллар басында мини IBM персонал компьютерінен пайдалану һәм карханаларда іслеу бір-біріменен байланыс жасаудың чигарғы құралы ретінде әмелге асырылған. Информация технологияларының рауажлануының 5-ші басқышына 20-ші әсірдің 80-ші жыллар орталары кіреді. Бұнда персонал компьютерлардың бар болуы һәм оларға арнаулы программалық доминантлардың іслеп шығылуы һәм телекоммуникация тармақлары пайда болуы, микропроцессорлардың таза әулетлары іслеп шығылуы болып есапланады. Рауажланудың чигарғы мақсеті һәм мазмұны тұтынушылар үшін қолайлылық, тұрмыслық, мәдени һәм басқа мақсетлерге мөлшерленген техникалық құралдардан пайдалану. 20-ші әсірдің 80-90 жылларында компьютер саласында үлкен өзгеріс жүз берді. Бұнда программалық доминантқа деген мүтәжіліктің артуыменен мағлұматлар базасының іслеп шығылуы, һәр қилы социал тармақлардың іске түсірілуі, бұлардың һәммесі программалық доминант, яғни программаластырудың пайда болуы һәм һәр қилы программаластыру тілдерінің рауажлануы болып табылады. Информация технологияларында ең ахметлі нәрсе деп информацияны қайта іслеу беру болып табылады. Һәм әп-уай халыққа персонал компьютерлардың ұзатылуы да солар қатарына кіреді. 1990-2000 жылдардан баслап информация технологияларының рауажлануы төмендегі тізімнен ібарат компаниялардың технологиялық жетіскенліктерін айтсақ болады. Apple компаниясы тарапынан 32 разрядлы процессор іслеп шығарылды. Оның іслеу тезлігі секундына 27 миллион операцияны әмелге асыруы болып табылады. Apple компаниясы бірінші болып монохром қол сканерін ойлап табады. NEC компаниясы болса компакт-диск оқушы құрылма ойлап табады. 1994 жылы Марк Андрейсон өзінің бірінші Mosaic Netscape атлы веб-браузерін іске түсіреді. 1995 жылы Билл Гейтс персонал компьютерлер үшін программалық доминант Windows'ды ойлап табады. Һәм бұл жер жүзіндегі 85% халық пайдаланатын компьютерлер үшін ұлымалық интуитив көрініске ие пайдалануға қолай программалық доминант болып есапланған. Һәм бұл программалық доминант жылдан жылға халықтың машқаласын шешу мақсатында өзінің әр қилы версияларының әзірге дейінгі шығарылып келмекте. Ал кейінгі рауажланулар болса, әр қилы көріністердегі программалық доминантлар, яғни программа жаратушы программалар рауажланбақта. Бұлар программаластыру тілдері сипатында қаралып, бұларға Python, Java, C++, PHP һәм тағы басқа программаластыру тілдері кіреді. Бұлар менен бірге әлбетте интернет һәм интернет серверлері де кескін түрде рауажлануы әмелге асырылмақта. Интернет социалдық жақтан ең үлкен параллель компьютер жарату имканиятын береді. Тармақтың бар болған имканиятларынан нәтижелі пайдалану үшін оны метакомпьютер, көп санлы компьютерлерден құралған ең үлкен параллель компьютер сипатында да көру мүмкін. Информация технологияларының рауажлану тарихы осылардан ібарат. Бүгінгі күнде қандай екенлігін есапқа алсақ, келешекте технологиялардың қалай рауажлануын көз алдымызға келтіруде қиын. Виртуал орталық жүда тез рауажланбақта.
біз толық сенімменен айтуымыз мүмкін. Бір күндері технологиялар сондай дәрежеге жетеді, инсан санасын тармаққа көшіру мүмкін болады. Барларыңыз үшін рахмет. Сау, саламат болың.